Mine Kölsay kölü şapkalı. Birinci kölden ötüp aynalıp mına ikinci kölge қарай бет алудамыз. Atпен саяхат. Ат үстәуде деген әрине. Атқа мінбей келді. Біраз жылдардың жүзі болған екен. Бұрын әрине ат үстінде өскен қазақтың баласы едік. Талай асауды да ауыздықтап бәйгеге де шапқамыз. Иә мінекей. Сосын кей мына қал өмірінде атқа мінудің ауылы алыстап кетіп еді. Бүгін міне сәті түсіп, бажаларымменен, басқадағы жұмыстағы балаларменен осы Көлсайға келіп демалып жатырмыз. Сосын арнаулы бір аттарды жалдап алып, тақымға толымды жілікті аттардан мініп, әзір алдымыздағы мына Көлсай екінші көліне кетіп бара жатырмыз. Өте тамаша болуда саяхатымыз. Иә міне құрметті ағайындар, мүседен Бекбол деген бауырымыз арт жақта екі бажа келе жатыр. Сөйтіп 4 жігіт бір атты тақымдап келе жатырмыз мына алдымыздағы екінші көлге де жақындап. Қандай керемет табиғат мынау. Мынау ну жыныс орман, биік мән қарағайлар, ау қаптал, қарағайлы қаптал, жартасменен жарсы ойталасқан аспанменен жақтасындай сайтағаны ау төбеден қарағанда мына бір өзеннің өзі бір бұлақтай болып көрінетін терең шатқал. Сол терең шатқалда атпен аяңдап келе жатырмыз. Астымызда бір арқалы ат бар. Ай, қарттау, қойнау құтқа толы қаттар. Ағайындар, қала өмірінде бәріміз тынымсыз тірлік, даңғаза ұшу. Тұмсоғымыздан шаншылып жүреміз, қаланың кептелісі, бұл ластанған ауасы бәрімізді де шаршатады. Стреске де түсіп жатамыз. Енді осындайда мынау таза табиғат аясында мінекей мынау күркіп оятқан, сылдырай аққан өзен суының жағасында осындай қалың қарағайлы қаптал арасында тұнып тұрған жақыттай мөлдіреген көлдің жағасында демалыс күн өткізгенге нешесіне. Барлықтарыңыз бастарыңыз аман дендеріңіз сау болсын. Демалыс күндеріңіз қашанда осындай табиғат аясында көңілді өтуіне тілектеспін. Біз қазақ деген халық табиғатта жаз, жайлау, қыс, қыстау деп шөптің шүйгенін, судың тұнығын қуалап өскен халықпыз. Табиғатты аялаған, табиғатқа біте қайнасып бауыр басқан халықпыз. Сондықтан да ғой біздің жанымыз таза, қонақ жай, мәрт халықпыз. Және небір қиыншылыққа да шыдамды, төзімді, сабырлы халықпыз. Осындай игі жақсы қасиеттің барлығына бізге таудан берілген, тау табиғатынан дарыған. Ақиға Мұқағалидың дағы мен тауда туылғам, мені тау деген алып ана туған, мен таудан жаратылғам, тауға тартып кеткім келеді, ұстап алып қыранның қанатынан дейтін әдемі жыр жолдары бар. Мінекей қазақтың қандай бір ақын жазушысы болмасын, тауды осындай тамаша табиғатын жырға қоспаған, әңгімесіне арқау өтпегені кемде-кем шығар. Сондықтан бәріміз міне жанымыз жадау тартса, жүзіміз жүдесе, ішкі уайым, алаңдаушылық үдесе, басымызға қандай да бір ауыртпалық салмақ салып, қара бұлттай түнесе, қабағымыз түнерсе, осындай табиғатқа таза ауа, тауда демалып қайтуымыз біздің жанымызға шипа болады ғой мың есе. Құрметті ағайындар, қандай керемет
Bizden batır babalarımız attan түспей, белін шешпей, ақ найзаның ұшымен, ақ білектің күшімен толарсақтан қан кешіп жүріп, осы ұлан байтақ даланың тауы тасын, жазық даласын шөлейтін бәрін көзінің қарашығындай қорғап өтпеді ме? Сол үшін қан кешпеді ма? Соның арқасында осындай әлемде 9-шы орындағы ұлан байтақ даламыз, территориямыз бізге аманат болып жетпеді ма? Олар қан кешіп қорғаса, осы тәуелсіздік үшін, кейінгі ұрпағына аман сақтап жеткізу үшін қорғады. Сол үшін еркек тоқты құрбандық болып, небір боздақтарымыз қыршынан қиылып кетті. Олар бұл таңды көре алмады, бірақ бізге көрсетіп аманаттап кетті. Енді біз осы тәуелсіздік таңымыз атқалы 30-шы жылдан бері міне. Сол бабалардан аманат болған ұлан байтақ даламыздың әрбір түйір тасын, әр сүйем жерін, әр өз топырағын көзіміздің қарашығындай қорғау бізге міндет, әрі бастатпайтын парыз. Тұнып тұрған осындай табиғатымызды аялайық, саясында саялайық, барымызды бағалайық ағайындар. Ненің қадіріне жетпесең, соның зарын тартасың дейді. Алтынның қолда барда қадірі жоқ, қолдан шығып кеткен соң өкіндім-ау дейді қазақ. Көп жағдайда барды бағалай алмай қалып жатамыз. Құрметті ағайындар, қадірменді қазақ елі қандастар, отандастар. Бәріміз біріміз үшін, бәріміз үшін болып. Әр қазақ менің жалғызым дейтіндей бауырмалдықпен, отаншылдық ұлы сезіммен, сабыр төзіммен, мына бейбіт күнде Құдай енді қан төгудің бетін ара қылсын, тер төгіп, осы жерімізді, елімізді қорғап, бір-бірімізді қолдап, жақыннан жанашыр болып, айранда үйіған тас түйін береке бірлігімізден айрылмай, біз де осы өсіп-өніп келе жатқан ұрпақтарымызға елімізді, жерімізді сол бүтін қалпында, осындай тамылжып тұрған тамаша қалпында аманаттап кетейік ағайындар. Бүгінгі табиғат аясындағы демалыс күнінде өздеріңізге айтайын дегенім осы еді. Еліміздің шеті жаусыз, ел іші даусыз болсын ағайын. Айдан аман, жылдан есен болып, басымыз аман, бауырымыз бүтін болып, төрт қара көзіміз түгел, әрдайым амандықта, қуанышта қауышып жүруді Алла нәсіп қылсын. Сау саламат болыңыздар.